Келес ауданы Абай ауылында аудандық сотқа қарама-қарсы бетте Дос Kids ойын-сауық орталығы ашылды. Балдарыңызды алып келіңіз. Bir сезімге бөлендім, бұрын білмеген. Тұрды, гүл атып, шақырды бір бақыт. Күйіп жанып жүрегім, қалдым онақып. Біз асқа арманбыз, оттай лаулап жанғанбыз. Қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары мен қадірлі қонақтары. Бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі баршаңызға құтты болсын. Дәл осы мерекеге орай бүгін мінекей келесіміздің төрінде біздің болашағымыз балалар десек, балаларды қуантайын деп, жас кәсіпкерлер Тастемір Арман бауырларымыз осындай керемет Дос Kids атты ойын-сауық кешенін ашқалы жатыр. Олай болса бүгінгі іс-шарамызға қош келдіңіздер. Қымбатты бүгінгі шарамыздың қатысушылары келесі кезектен бүгінгі салтанатты жиынымызды ашып беру үшін сахна төріне аудан әкімінің орынбасары Сүлеймен Жылқыбаевты және ауыл әкімі Ерғали Абдрахманов, сондай-ақ халық қажы мешітінің имамы Нұрбек Момбеков ағаларымызды сахна төріне шақырсақ. Құрметті аудан тұрғындары, құрметті аналар, құрметті қарындас әпкелер, бүгінгі біріншіден сіздерді халықаралық 8 наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Екінші мәселеміз ауданымыздың жас кәсіпкерлері Арман мен Тастемір бауырымыздың Дос Kids деп айтылатын балалар ойын-сауық орталығын ашып жатыр екен. Құтты болсын. Өзіміздің ауданда осындай кәсіпкерлеріміз, осындай кәсіпкерлік нысандарды көбейтіп, осындай елге қызмет жасайтын нысандарымыз көп болсын. Берекелі нысан болсын. Әрдайым осы ауданымыздың тұрғындары, ауданымызға келген қонақтардың осындай келіп ойнап, күліп, көңіл көтеретін бір жақсы бір ғимарат болсын. Құтты болсын. Аудан, ауыл тұрғындары, осы сәтпайлан бүгін мереке 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен аналарымызды, жеңгелерімізді, келіндерімізді, қарындастарымызды шын жүректен құттықтаймын. Әйел әрдайым отбасының ұйытқысы. Қазақтың жақсы сөзі бар. Әйел бір қолымен бес тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді деп. Әрқашан аман болыңыздар, бар болыңыздар. Осындай көктемгі күн шуағында әрқашан осындай әдемі болып жүре беріңіздер. Бүгін келетін болсақ, өздеріңізге белгілі ауданымыздың, ауылдың дамуына осындай кәсіпкерлерге байланысты негізінде. Абайда мен статистикаға қысқаша айтып кетейін, ауылымызда 200-300-ға жуық осындай кәсіпкерлер нысан бар. Соның бір 301-ші болып Тастемір мен Арман бауырларымыз қосылып отыр. Әрине бағана жастарда қолдау көрсетіп, үлгі ретінде ашып отыр екен. Президентіміздің жастарға қол күшін сабатыр. Оның кәсіпкерлік нысандарын арттыру мақсатында президентіміз ауыл аманаты бағдарламаны іске асырып, кредиттер беріп жатыр. Барлықтарыңыз осы сәтпен кредитке шақырамын. Жастардың қатарына қосылып сұранамын. Енді бүгінгі ашылып жатқан жастардың балдарымыздың ойнайтын сауық кешені ашылып жатыр екен, Дос Kids деген. Құтты бола берсін. Бұл өте ауылымызға қажет. Бұндай нысан өзі жоқ негізінде. Енді тек қана тұрғындарға айтарым, осы кәсіпкерлер ашылып деп қарамастан қолдау көрсетейік. Басқа жерлерге бармай, көршілес ауданға өз қаржымыз өз ауылымызға қатсын. Осы сіздер осы келіп, осы кісілерге қолдау көрсетсеңіз, осы ауыл дамуына үлес қосатын түсіне беріңіздер. Тағы да құтты болсын. Осындай ғимараттар қатарлар көбейе берсін, қаласа тек қана жас балдар осы ойында толып ойнай берсін. Ассалаумағалейкум. Қадірменді мына бүгінгі осы ойын-сауық орталығына жиылған қауым. Ең әуелі мына күндердің төресі болған қасиетті жұма күнімен тұспа-тұс келіп жатқан мына бір қуанышты жағдай, бұл жақсылық нышаны ғой ауданымызға. Сол себепті мына бүгінгі онымен қатар бүкіл әйел қыздар, қыз келіншектердің мерекесі 8 наурызбен тұспа-тұс қатар мынау ашу салтанаты болып жатқаны, бұл да бір жақсылық. Сол себепті қасиетті мына жұма күн мүбәрәк болсын. Қала берді мынау аналар,
қыз келіншектер, бүгінгі сіздердің көктемнің алғашқы мерекесі болған төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Қала берді мына бүгінгі осы ауданымыздан өте үлкен бір жақсы ғимарат ашылып, мына балалар ойнайтын ойын-сауық орталығы ашылып жатыр екен. Сол ойын-сауықтар ашылуына себепші болып жатқан осындағы мына Тастемір Арман бауырым құтты болсын. Құдай қаласа баянды болсын. Расында ауданға осындай бір жақсы ойын-сауық орталығы керек-ақ еді. Міне ауданның сәулетін ашып, сондай бір кереметтей бір жақсылықтың куәсі болып отырмыз. Құдай қаласа бұл ары қарай жемісті бола берсін, ауқымы ұлғая берсін. Құдай қаласа мына бүгінгі ғимаратта кешке шейін балаларым үшін той, думан, күнделікті осында келіп, осы жерде көңіл көтеріп, бір сәт өздерінің мынау жастық дәуірдемін салауатты өмір салтына лайықты өсіп-өнуіне бұл да бір жақсы өзінің үлесін қосады деп сенеміз. Сол себепті мынау бүгінгі мерекелер құтты болсын, мерекеден мерекеге аман-есен баршамыз балаларымызбен, отбасымыздың, ауыл аймағымызбен жақсылыққа жете берейік. Құтты болсын. Рахмет. Игі істің басына жақсы келер қасына десе, бүгін енді бір керемет жақсы тілегімен ашып беріп жатыр. Біз енді көп ұзатпай осы бір көптен күткен ойын-сауық кешенімізді енді ашылу салтанатына лента қию рәсіміне кезекті берсек, енді ортамызда тұрған біздің енді аудан әкімінің орынбасары Сүлеймен ағамызды, сондай-ақ анамыз Фатима анамызды, Фарида анамызды күйіп жанып жүрегім қалдым ұнатып. Біз асқақ арманбыз, оттай лаулап жанғанбыз, шын махаббат сезімге ие болғанбыз. Біз ғажап жандармыз, сәуле болып талғанбыз, өмірдің бақ гүліне бірге барғанбыз, бірге барғанбыз. Көп іздеп жүр едім, бірге соғар кеудемде сенсің жүрегім. Біз асқақ арманбыз, оттай лаулап жанғанбыз, шын махаббат сезімге ие болғанбыз. Біз ғажап жандармыз, сәуле болып талғанбыз, өмірдің бақ